Адам өмірі үшін қан ауадай қажет. Қандай да бір апатты жағдайда адам денесі көп қан жоғалтып, өмір мен өлім арасында күресіп жатқанын естіген боларсыздар. Адам денесіне пышақ кірсе қансырап өліп қалуы мүмкін. Бірақ әлемде адам анатомиясының бүкіл заңдарын жоққа шығара алатын бір кісі болған екен. Ол адам денесінің біз күтпеген көптеген жасырын мүмкіндіктері бар екенін дәлелдегісі келді. Сәлем достар, эфирде сол кездер. Менің есімім Нұрхат. Мен бүгін сіздерге 20 ғасырдың ең тылсым адамдарының бірі туралы әңгімелеп беретін боламын. Таныс болыңыздар. Мерин Дажо. Ол кісіні пышақпен кескілеу мүмкін емес. Мерин Дажо өткен ғасырдың ең жұмбақ адамдарының бірі болған. Әлем мойындаған сиқыршылардың қасында бұл кісі әрдайым ерекшеленіп тұрады. Өйткені Мерин Дажоның организмі табиғат заңдылықтарына бағынбайтын тылсым күшке ие болады. Оған пышақ немесе сол секілді өткір темірлер ешқандай зиян келтірмейтін. Оған сену өте қиын. Бірақ оның денесін күніне кемінде 50 рет тесетін, тіпті 100 ретке жететін күндер болған. Өткір қылыштар мен сымдар оның жүрегін, өкпесін, кейде бірнеше мүшесін бір мезетте тесіп өтетін. Бірақ денесінен қан шықпайтын. Одан да үлкен эффект үшін темірлерге у жағып, кейде тат басқан күйінде денесіне сұғады. Тіпті халыққа мұның бәрінің жалған емес екенін дәлелдеу үшін Дажоны 8 мм-лік 3 трубкамен тесіп, трубкалар арқылы су өткізген. Дажо өнер көрсеткен кезде көрермен әртүрлі әсерге бөленіп, кейбіреулер үрейленіп қорқатын, көпшілік есінен танып қалады. Шын мәнінде Мерин Дажо кім еді? Және оны қалайша өлтіру мүмкін емес? Арнольд Геррис Хенске 1912 жылдың 6 тамызында Нидерландық қала Роттердамда дүниеге келді. Бала кезінде сурет салуға қызықты. Мектептен соң архитекторға оқыды. Ел қатарлы қарапайым өмір сүрді. Бірақ 32 жасында бәрі өзгерді. Ол бірде байқаусызда қолын кесіп алды. Жарадан қан шықпағанын көріп таң қалды. Дереу жазылып кеткенін көріп тіпті аң-таң болды. Сол кезде ол қолын тағы да бірнеше рет кесті. Олар да дәл солай қанамай жазылып кетті. Арнольд дереу жұмысын тастап Амстердамға жол тартты. Амстердамда әртүрлі барлар мен кафелерде ол өзінің ерекше қабілетін көпшілікке көрсете бастады. Аздап масайған қонақтар кішігірім ақша төлеп, Арнольдқа әртүрлі құралдар мен соққылар жасайтын. Жаралардың дереу жазылғанын көріп, олар да таң қалады. Солайша тез арада Арнольд жайлы бүкіл қала білді. Ол тіпті өзіне лақап тауып, өзін Мерин Дажо деп атай бастады. Бұл есім эсперанто тілінен аударғанда ғажайып дегенді білдіретін. Мерин Дажоны бүкіл Амстердам біліп, ол енді кафе, барларда емес, концерттік залдарда өнер көрсете бастады. Бұл шоулардың сәтті өтуі үшін ол өзіне көмекші етіп, Ян де Гротты алды. Ян де Грот Дажоның 3 жебеуші періштелері бар. Сол 3 періште денесіне не істеуге болатынын және болмайтынын айтып отыратын дейтін. Лейден университетінде тексеруден өткен Дажо өзінің ерекше өнеріне лицензия алады. Бірақ өз өнерін шоу ретінде емес, лекция ретінде көрсету үшін ғана. Әрі қарай Мерин өз денесімен адам сенгісіз нәрселерді жасады. Әртүрлі темірлер мен денесін шұрық-тесік қылса да денсаулығына зиян келмейтін. Сахнада көрсеткен нөмірлерінің бірі былай болды. Дажо сахнада қозғалмай тұрады, ал оның ассистенті метрлік шпаганы денесінің бір жағынан тығып, екінші жағынан шығаратын. Қанның ізі атауымен көрінбейді. Дажо да ешқандай ауыртпалық білдірмей, толықтай сабыр сақтап тұра беретін. Гипноз дейтін болсақ, камералар мен фотоаппараттар да көрермен көрген нәрсені көрсететін. Кейде Мерин Дажо ине тығатын жастықшаны еске түсіретін. Тіпті кей кездері денесін күйдіріп те көрді. Бірақ терісі күймек түгілі қызармайтын да.
Өлмейтін Дажоның сеанстарын әр адам әртүрлі қабылдайтын. Біреу аузын ашып таң қалса, енді біреу Дажоның өтірігін ашқысы келетін. Көпшілік есінен таңады. Мерин Дажоның бұл қабілеті ғылым әлемінің де қызығушылығын тудырды. Оны кәсіби сиқыршылар, медиктер мен биологтар зерттегісі келді. Дажоны рентгенге түсіріп, шынымен де темірлердің өмірге аса маңызды мүшелерден өткеніне көз жеткізді. Темірлерді суырғанда денеде білінер білінбес шаралар қалатын, бірақ олар да дереу жазылып кететін. Ғалымдарды Дажо денесіне темір тығып жүгіріп те таң қалдырды. Бұлардың бәрі жайлы Мериннің өзі былай дейтін. Ол өзіне көмектесетін бір тылсым күштер бар екенін айтатын. Дажо оның денесін темір теспейтінін, керісінше денесі темірді қоршайтынына сенімді еді. Бұл уақытта өзі физикалық қалпын жоғалтатын. Жалпы айтқанда, Мериннің санасы басқа әлемге өтетін. Өмірде қарапайым адам болып жүріп, сеанстар кезінде оның санасы басқа әлеммен байланысып, бір тылсым күшке ие болатын десек те болады. Байлық пен атақ бұл кісінің басты мақсаты болмады. Ол әлемге әр адамға басқа әлемнің бар екенін жеткізгісі келді. 1948 жылдың 11 мамырында Швейцариядағы гастрольдік турларының бірінде Дажо әдейі ине жұтады. Жоспар бойынша кейін оны наркозсыз операция арқылы алып тастау керек еді. 2 күннен соң 13 мамыр күні наркозсыз инені алу операциясы сәтті өтті. Бірақ содан кейін Мерин ауырып жатып қалды. Ян де Грот өзінің әріптесінің жағдайы қалыпты болғасын, үйінде жалғыз қалдырып кетеді. Мериннің ассистенті ол кезде қауіпті ештеңені ойламаған еді. Ертесіне үйге оралғанда Мериннің әлі сол қалпында өліп жатқанын көреді. Сол жылдың 26 мамырында әлем жұмбақ Мерин Дажоның өмірден өткенін естіді. Мәйітті тексергенде өлімнің себебі қалқаның жарылуы деп таныды. Бірақ Мерин Дажоға операция жасаған хирург бұл шешіммен келіспеді. Артынан Ян де Грот Дажоның өзінің өлетіні жайлы білгенін айтады. Голландиядан Швейцарияға аттанарда Дажо өзінің туған жерін енді көрмейтінін айтады. Өзінің соңғы көрсетілімі болған ине жұтар сәтінде Дажо өзінің көмекшісіне араласпауын өтініпті. Ал бұл өзінің өліміне көмекшісін қатысты етпеу үшін шығар деген жорамалы бар. Өкінішке орай Мерин Дажоның бұл өнері сол күйі әлемге тылсым болып қала берді. Егер ол алаяқ болса, демек өте шебер болған. Ал сіз қалай ойлайсыз? Мерин Дажо шынымен алаяқ па, әлде тылсым күшке ие адам ба? Сіздермен болған сол кездер арнамызға жазылып, лайк басып кетуді ұмытпаңыздар.